Укроп дәнегі, аскөк дәні, халық медицинасында көп жылдан бері қолданылып келе жатқан табиғи шипа көзі. Ол тек ас үйде дәмдеуші ретінде емес, емдік қасиетімен де танымал. Жүз ауруға ем деген атауға ие болуының себебі де оның түрлі дертке қарсы көмегі мол. Төменде соған байланысты кеңейтілген әрі пайдалы мәлімет ұсынамын. Укроп дәнегінің жүз ауруға ем болар қасиеттері. Асқазан ішек жолдарына пайдасы. Құрыспа мен жел тоқтатуға көмектеседі, метеоризмге қарсы. Ас қорытуды жақсартады. Іш қатқанда іш жүргізеді. Қыжылда күйдіргішті басады. Асқазан сөлін қалыпқа келтіреді. Жүрек қан тамыр жүйесіне. Қан қысымын түсіреді, гипертонияға жақсы. Қан тамырларын кеңейтеді, жүрекке түсетін күшті азайтады. Жүрек соғысын тыныштандырады. Тыныс алу жолдарына жөтелді басады. Бронхты кеңейтіп тынысты жеңілдетеді. Тамақ ауруларына, ангина мен фарингитке қарсы көмектеседі. Бүйрек және зәр шығару жолдарына зәр айдайды. Бүйректегі ісікті азайтады. Құм мен тұз шығаруға ықпал етеді. Әйелдер денсаулығына сүт бөлінуін арттырады, лактацияны жақсартады. Етеккірді реттейді, ауырсынуын азайтады. Әйел гормондарын тұрақтандырады. Жүйке жүйесіне ұйқысыздықты жояды. Күйзелісті жеңілдетеді. Бас ауруын басады. Теріге және сырттай қолдану. Теріні тыныштандырады. Қышыма мен бөртпелерге қарсы компресс ретінде қолданылады. Көздің қабынуына қарсы шай қылып жууға болады. Жүкті әйелдерге іш кебу мен жүрек айнуын басады, бірақ дәрігермен кеңесу керек. Іштің түйілуін азайтады. Қолдану тәсілдері. Бір шай ретінде. Бір шай қасық ұнтақталған укроп дәнегіне. Бір стакан қайнаған су құйып 10-15 минут тұндырады. Күніне 2-3 рет ішуге болады. 2 ұнтақтап қабылдау. Бір шай қасық ұнтақ дәнекті күніне 2 рет жылы сумен ішсе, асқазанға және қан қысымына жақсы әсер етеді. 3 компресс. Суытылған тұнба мен теріні сүртуге, көзді жууға болады. Қарсы көрсетілімдер. Артериялық қысымы төмен адамдарға сақ болу керек. Жүкті әйелдерге тек дәрігердің кеңесімен ішу керек. Дозадан асырмау керек, көп ішу бас айналу, әлсіздік тудыруы мүмкін. Қорытынды. Укроп дәнегі табиғаттың нағыз емшісі. Аскөк дәні халық емінде жай ғана дәм емес, нағыз ем. Бірақ оны дұрыс мөлшермен қолдану басты шарт. Табиғи, қауіпсіз, қолжетімді шипа іздесеңіз, укроп дәнегі міндетті түрде сіздің қобдишаңызда болуы тиіс.